Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз ерітінді және ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін анықтау деген сабақ өтетін боламыз. Жалпы ерітінді дегеніміз не? Ерітінді дегеніміз құрамы еріткішпен және еритін заттан тұратын жүйе. Еритін зат. Кез келген бір еритін зат болу керек. Еріткіш деп отқан бұл жерде көбінесе біз суды аламыз. Мысалы су, су бізде еріткіш ретінде жүреді. Ал еритін зат кез келген бір тұз немесе бір қышқыл болуы мүмкін, әртүрлі. Қышқыл, кез келген бір зат. Мынандай бір мысал келтірейік. 80 грамм бір су берілсін и 20 грамм бізге тұз берілсін. Екеуін біз араластыратын болсақ, яғни тұзды суда тұзды ерітетін болсақ, не пайда болады? Ерітінді пайда болады. Тұздың бір ерітіндісі пайда болады. Яғни ерітінді пайда болады. Тұз ерітіндісі. 80 мен 20 қосылған кезде қанша болады? Сонда 100 грамм не пайда болды? Ерітінді пайда болды. 100 грамм ерітінді. Біз осы туралы өтеміз. Яғни 100 грамм ерітіндіде қанша грамм тұз бар? Пайда болған ерітіндіде қанша граммы тұз бұл жерде? Әрине 20 граммы тұз. 20 грамм тұз болса, ол қанша процент деген сөз? 20% деген сөз. Ерітіндіге еріген заттың массалық үлесін біз мына формула арқылы анықтаймыз. Омега еріген зат тең болады деген масса еріген заттың масса ерітіндіге қатынасы. Масса ерітінді. Көбейтеміз 100-ге. Яғни осы формула арқылы шығаратын боламыз. Мысалы, мынандай бір есеп берілсе, масса бір тұз берілсін, оның массасы 25 грамм болсын. Ал еріткіш ретінде су берілсе, оның массасы 225 грамм болсын. Екеуі араластырды, яғни тұздың ерітіндісі пайда болды. Общий масса ерітінді қанша болады сонда? Масса ерітінді 225 қосылған 25 тең болады 250 грамм не пайда болды? Ерітінді пайда болды. Енді осының ішіндегі тұздың массалық үлесі қалай болады? Яғни 25-ті бөлеміз қаншаға? Жалпы ерітіндінің массасына. Көбейтеміз 100-ге. Сонда қанша болады деген? 10% ерітінді. Сонда 10%-тік 250 граммдық не пайда болды? Ерітінді пайда болды. Енді сәл осы формуланы керісінше шығарып көрейік. Егер массалық үлесі 6%, массасы 230 грамм калий нитратының ерітіндісі деп отыр. Ерітінді дайындауға қажетті су мен калий нитратының массаларын есептеңіз дейді. Сонда бізде 230 бізде не болып тұр? 100 грамм деп, 100% деп алатын болсақ, ал осы 230 грамм ерітінің ішінде қанша процент дейді? 6% не бар дейді? Калий нитраты бар дейді. Яғни 6% калий нитраты. Ол бізде не болады? X болады. Енді есептейтін болсақ, 230-ды көбейтеміз 6-ға, бөлеміз 100-ге. Сонда 13-те 8 грамм калий нитратының ерітіндіде массасы бар екен. Дәл осылай сіздер өздеріңіз төменде тұрған жасылмен белгіленіп тұрған есепті шығарып көріңіздерді, комментарийға жазыңыздар ответін. Келесі мында бір есеп берілсе, массалық үлесі 20%-дің массасы 500 грамм ерітінді дайындау үшін массалық үлестері 10% және 30% болатын бірдей тұз ерітіндерінің қандай массасын қажет дейді. Яғни бізде мынандай бір 30%-тік ерітінді бар және 10%-тік бір ерітінді бар екен. Екеуін қосқан кезде, белгілі бір мөлшерлерін қосқан кезде не пайда болу керек екен? 20%-тік 500 грамм ерітінді пайда болу керек. Бірақ біз мынадан қанша грамм алып қосатынымызды, мынадан да қанша грамм алып қосатынымызды білмейміз. Ол үшін істейміз, ол үшін біз крест әдісін қолданамыз. Яғни керекті бізге дайындау керек ерітіндіні біз ортаға жазамыз 20%-ді.
Ал мына жерге 2 сызықша жібереміз, 4 сызықша. Осылай 4 сызықша жіберіп, мына жерге 30% дейміз. Мына жерге 10% деп жазамыз. Енді былай істейміз. Енді бұл жерде массалық бөліктердің қатынастары шығады. Яғни біз 10-дан 20-ны алатын болсақ қанша болады? Массалық бөліктері бұл. 10 болады, яғни 30-дан 20-ны алатын болсақ қанша болады? Тағы да 10 болады. Яғни бұл бізде массаларының қатынасы. Яғни мына 10% пен 30% массаларының қатынастары осындай. Қатынаста болған кезде біз 20% ерітінді алады екенбіз. Яғни екеуін қосатын болсақ қанша болады? 20 болады. Яғни массалық қатынастары 20 болатын болса, ол бізде общий масса қанша? 500 грамм. Нерде 10 дейміз. Сонда X бізде 250. 250 шығады екен. Яғни әрқайсынан сонда біз 250-ден қосады екенбіз. Мынаудан да біз 250 қосамыз. Мына 10%-тан да 250 грамм қосады екенбіз. Дәл осылай сіздер өздеріңіз қазір есеп шығарып көріңіздер. Дәл осы әдіспен. Ол үшін былай істейміз. 15%-тік 200 грамм ерітінді дайындау керек сіздер үшін. Ерітінді дайындау керек. Сіздерде бар ерітінділер 5%-тік ерітінді бар. Және 30%-тік ерітінділеріңіз бар. Осылардан қанша массаларын әрекеттестірген кезде, массаларын қосқан кезде 15%-ық 200 грамм ерітінді аласыздар. Жауаптарыңызды комментарийға жазыңыздар. Қате болса, мен сіздерге міндетті түрде жауаптарын айтамын. Келесі мында бір тағы бір есеп болсын. Массасы 280 грамм сумен 40 грамм глюкозадан тұратын ерітіндінің глюкозаның массалық үлесі дейді. Яғни масса ерітінді бізде қанша болады? Ерітінді. Яғни 280 мен не қосылған? 400 грамм глюкоза қосылған. Ол бізде не болады? Сонда 320 грамм болады. Ал енді глюкозаның массалық үлесін анықтайтын болсақ, 40 граммы бізде глюкоза. Оны бөлеміз қаншаға? 320 граммға. Оны көйтеміз 100-ге. 40-ты бөлеміз 320-ға. Тең болады 12,5% болады. 12,5%. Енді сіздерге тағы бір сұрақ. Мысалы, заттың 300 грамм 25%-тік және 40 грамм 40%-ық ерітіндіні араластырған кезде алынған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі қандай болады? Мысалы, мынандай бір екі ерітінді берілген. Біреу 300 грамм екен. Ішінде 25% не? Жаңағы еріген затымыз бар ішінде. Ал мына жақта 400 грамм ішінде 40% не бар? Еріген зат бар. Екеуін қосқан кезде қанша проценттік ерітінді пайда болады дейді. Екеуін қосқан кезде, екеуін қоссаң қанша проценттік ерітінді пайда болады дейді. Сіздер біліп olsa, екеуін қосқан кезде қанша болады? 700 грамм ерітінді пайда болады. Бірақ проценттерін білмейсіздер. Дұрыс па? Проценттерін анықтау үшін біз былай істейміз. Қараңдар. Мына жердегі бірінші жағдайдағы, бірінші ерітіндідегі массасы қанша болады мына жерде? Қанша грамм? 300-дің ішінде бізде 25%, ол бізде 75 грамм екен. Мынаның ішінде 75 грамм не бар? Еріген зат бар. Ал екінші жағдайда 400 граммның ішінде қанша? 40 граммы, 40%, ол бізде 160 болады екен. Яғни мынау ішінде 160 грамм не бар? Еріген затымыз бар. Яғни екеуін қосқан кезде 235 болады. 235 не болады? Грамм болады бұл. Уже бізде ерітіндіміз дайын. Оның ішінде еріген заттың массалық үлесін білеміз. 235 екен. 35-ті бөлеміз қаншаға? 700-ге. Ол бізде қанша болады екен? 33-те 5% болады екен. Яғни бұны біз процентін табатын болсақ, бағанағы формула арқылы қанша болады екен? 33-те 5. 33-те 5% болып қалады екен. Бүгінгі ерітіндіге байланысты сабағымыз аяқталды. Егерде түсінбеген жерлеріңіз болса, айтыңыздар. Егерде мен кейбір жерде қате айтқан болсам,
тағы да комментарийға жазыңыздар. Рахмет.